Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен өзім үйде жасайтын, дәруменге толы, өте жеңіл тамақ борщтың рецептімен бөлісетін боламын. Май құйып аламыз. Көп емес. Мына жерге пияз алып алдым. Үстіне майдалап турап аламыз. Piyazımızı kavurып aldık. Осыған жуып тазалап алған, турап алған етімізді саламыз. Бізді борщты жасау үшін сүйек салып, сорпамен қайнатып алсаңыздар да болады. Мен осылай жасай беремін. Етімізді қуырып алдық. Енді осының үстіне қызанақ саламыз. Сосын томат саламыз. Мен енді осындай шағын капуста алдым. Сосын майдаланып турап аламыз. Қуырып алдық. Енді осының үстіне тураған капустамызды саламыз. Капустамыздан жақсылап қуырып аламыз. Мен осыны 3 свекла алдым. Осыны енді майдалап чуркадан өткізіп аламыз. Осындай формада болу керек. Майда. Свекламызды чуркадан өткізіп алдық. Енді осыны қуырып аламыз. Әдемі қуырылды. Енді осыған қалағанымызша дәміне қарай тұз қосып аламыз. Қуырып алдық, енді осыған суымызды құямыз. Осының үстіне лаваш жапырағын қосып жібереміз. Борщымыз әдемі қайнап жатыр. Енді осының астын баяу отқа қоямыз. Еті піскенше. Борщымыз қайнап жатыр. Енді осыған укроптың таяқшалары менен сәбізімізді саламыз. Осыған енді жуып тазалаған картоптарымызды саламыз. Дәмі шықсын деп енді тәтті борщ саламыз. Қаласаңыздар, самасаңыздар да болады. Дәмін кіргізеді. Біздің жасаған борщымыз дайын болды. Енді осының астын өшіріп, укропымызбенен чеснокты саламыз. Араластырып, қақпағын жауып қойып қоямыз 1 минутқа.